Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Онкар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз тағы да айыппұлдар туралы айтамыз. Соңғы шығарылымдардың өзі көбі осы айыппұлдарға қатысты болып кетті. Астында пікірге де жазып жатсыздар ғой, Штрафстан болдық, Қазақстан емес деген сияқты. Дегенмен осы айыппұлдарға қатысты соңғы уақытта жаңалықтар көбейіп кетті. Айыппұл салатын камераларымыз бар, жол полициясы бар, оған қатысты өзгерістер шынымен соңғы уақытта тым көп болып кетті. Енді соңғы 1-2 күннің ішінде мына желіде жылдамдықты асырғаныңыз үшін 150 тіпті 200 мың теңгеден астам айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейсіздер деген ақпарат желіде есіп жүр әлеуметтік желіде. Енді осының ақ қарасын нақты түсіндіріп берейін. Оны кім төлейді, қандай жағдайда төлейді? Шынымен заңға өзгеріс енгізілді. Жаңағы 150 мың, 200 мың теңгеден астам айыппұлдың көлемі қарастырылған. Дегенмен оны дұрыс түсінбей жүрген азаматтарымыз бар. Жалпы жылдамдыққа қатысты өзі категорияларға бөлінеді. Мысалы, 10-нан 20 километр сағатқа дейінгі жылдамдықты асырса, оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 18.460 теңге екен 2024 жылы. Осыншама айыппұл салынады. Егер де 20 мен 40-тың арасында асырсаңыз жылдамдықты 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 36.920 теңге, 37 мың теңгеге жуық төлейсіз. Түсінікті тілмен айтып өтейін, 20 мен 40-тың арасы дегеніміз, мысалға, қаланың ішінде келе жатырсыз, рұқсат берілген жылдамдық 60 болса, сіз 80, 90, 85 пен жүрсеңіз, жаңағы 36 мың, 37 мың теңге салынады. Ал егерде 40 км сағат жылдамдықтан асыратын болсаңыз, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 73.840 теңге айыппұл салынады. Бұрынғы заң бойынша осылай еді. Жаңағы 60 пен келе жүретін жерден сіз 110 мен өттіңіз не, 180 мен өттіңіз не, 150 мен өттіңіз не, 73.840 теңге айыппұл салынатын еді. Енді осыған тағы да бір категория қосылды. Жаңағы 40-тан асырған 73 мың теңге 40 пен 60-тың арасында қалды да, 60 км сағат жылдамдық және одан ары асыратын болсаңыз, мысалға, түсінікті болу үшін айтайын, 60 пен жүретін жерде сіз 125 пен өтсеңіз, жаңағы 73 мың теңге емес, ол 2 есе көбейетін болды. Яғни, ол жерге сізге 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, яғни 150 мың теңгеге жуық сіз айыппұл төлейсіз. Егер де бір жылдың ішінде осы жылдамдықты асыру дерегін 2 рет қайталасаңыз, ережені 2 рет бұзсаңыз, онда 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 200 мың теңгеден астам сізге айыппұл салынады. Бұны ішкі істер министрлігі неге екенін былайша түсіндіріп отыр. 9 айда Қазақстан Республикасы бойынша жолдарда 19 мыңнан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Онда 1800-ге жуық адам қайтыс болып, 25 мыңға жуық адам әртүрлі дене жарақатын алған. Республика көлемінде 24 мыңнан астам автоматты түрде тіркеу жүйелері жұмыс істейтін болса, соның көмегімен жалпы жол жүрісі қағидаларының 60% анықталады. Осы құқық бұзушылықтар үшін ұйғарымдар беріледі. Мысал үшін, енді жалпы жол жүрісі қағидаларын алып қарайтын болсақ, талдайтын болсақ, осы 9 айдың көлемінде 9.300.000-нан астам жол жүрісі қағидаларын бұзушылық анықталған. Соның ішінде 4.600.000-і осы жүргізушілердің тарапынан белгіленген жылдамдықты асыра пайдаланғандар. Сәйкесінше, енді сандарды сөйлете беретін болсақ, түсінікті болсын деп, қала сыртындағы жолдарда барлық адам шығынымен болатын жол апаттарының 60%-ы осы қала сыртындағы жолдарға келеді үлесі. Яғни ол жерде неге адам шығыны көп? Себебі жылдамдықты, белгіленген жылдамдықты асыра пайдалану, қарапайым қағидаларды сақтамау. Сол үшін де ол жердегі жүргізушілердің тарапынан жіберілетін олқылықтың кесірінен адамдар шығыны болып отыр. Бұл көбінесе қала сыртындағы трассаларға арналған, енді қаланың ішінде де бар, дегенмен ол өте аз. Мысалға, қаланың көшесінде 120-130-ға дейін аңыратып басатын адамдар болғанымен жүргізушілер, олар өте аз. Ал қала сыртында ол мұндай жылдамдықты асыратын азаматтар өте көп кездеседі. Мысалға, рұқсат етілген жылдамдық 100 делік. Ол жерде 160-170 пен емін еркін жүретін адамдар бар. Соларға енді 150 мың теңгеге жуық айыппұл салынады.
Ал егерде бір жылдың ішінде 2 рет қайталанса, 200 мың теңгеден астам айыппұл салынады. Кейбір трассаларда мысалға бізде 140 рұқсат етілген жылдамдық бар, ол жерде 200-ден асырсаңыз, жаңағы үлкен көлемдегі айыппұл салынуы мүмкін. Айыппұлдарға қатысты өткенде тағы да бір өзгерістердің қарастырылып жатқаны айтылды. Мысалға, біз жаңа жоғарыда айттым ғой, 10-нан 20-ға дейін асырсаң, 20-дан 40-қа дейін асырсаң деген. Яғни бізде рұқсат етілген жылдамдықтан 9 км сағатқа жылдамдықты асырсаңыз, онда ешқандай айыппұл қарастырылмаған. Мысалы, 60-пен жүретін жерде 65-пен жүрсеңіз, тіпті 69-бен өтсеңіз де сізге айыппұл салмайды. Тіпті кейбір азаматтар айтады, ана жердегі камера 65-пен өтсең түсіреді екен, ана жердегі камера 67-мен өтсең түсіреді екен деген нәрселер бар. Бірақ ол камера кез келген көлікті түсіріп тұрады. Сосын оны әкімшілік полиция қызметкері ар жақтан қарайды. Егерде сіз рұқсат етілген жылдамдықтан 8-9 километрге дейін асырсаңыз, сізге ол айыппұл келмейді. Ондай заң жоқ. Жаңа жоғарыда айтып өттім ғой. 10-нан 20-ға дейін, 20-дан 40-қа дейін бөлінеді. Ал 0-ден 10-ға дейін дәл қазіргі уақытта ондай жылдамдықты бөлу туралы, ондай жылдамдықты асырғанға айыппұл салу туралы ереже де заңда жоқ. Сондықтан бұл өтірік әңгіме. Дегенмен жуырда ішкі істер министрінің орынбасары Лепеха деген барлықтарыңызға таныс азамат бар ғой. Игорь Лепеха сенатта болған отырыс кезінде тура осы мәселені қарастырып жатқанын айтты. Егерде рұқсат етілген жылдамдық 60 болатын болса, кез келген көлік ол жерден 61-мен өтетін болса, оған айыппұл салыну мәселесі қазір қарастырылып жатыр деді. Егерде 100-бен өтетін, 100-бен жүруге тиісті жолда сіз 110-мен немесе 109, 105-пен өтсеңіз, сізге де айыппұл салынуы мүмкін. Осы мәселе әзірге қарастырылып жатыр, дегенмен ол әзірге қабылданған жоқ. Одан бөлек орташа жылдамдық ұғымы да заңға енгізілді, оны парламент қабылдады. Енді қала сыртындағы трассаларда екі камераның арасын қандай уақытта, қандай жылдамдықпен өткеніңіз есептеледі. Егерде сіз белгілі жылдамдықтан қатты, мысалға камераның астынан ақырын өтесіз де, одан кейін ызғытып басасыз, келесі камераға дейін жылдам жетіп аласыз, камераның астына келгенде қайтадан жылдамдығыңызды бәсеңдете қоясыз да, камераның астынан ақырын өтесіз. Қазіргі уақытта сондай бар еді. Дегенмен қазір пилоттық жобада қосылып жатыр. Екі камераның астынан қандай уақытта өткеніңіз есепке алынады. Мысал келтіріп өтейін, мысалға 100 км қашықтықта екі камера орналастырылған. Сіз сағатына 100-бен жүретін жолдың учаскесі болса, сіз ол жерде тура 1 сағатта өтуіңіз керек, немесе одан да баяу, одан да ұзақ уақытта өтуіңіз керек. Ал егерде сіз жаңағы 100 шақырымдағы орналасқан екі камераның арасын 1 сағаттың ішінде емес 40 минутта өтсеңіз, яғни сіз камера жоқ жерде жылдамдықты асырдыңыз деген сөз. Сондықтан сізге орташа жылдамдықты асырғаныңыз үшін айыппұл салынуы мүмкін. Айыппұл, өміріміздің бәрі айыппұл болып жатыр. Не ойлайсыздар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Аяқ бассаңыз айыппұл, бір бағдаршамнан екінші бағдаршамға жеткенге дейін 2 айыппұл аламыз деген азаматтарымыз бар. Бұның барлығы қаншалықты дұрыс? Әлде жүргізушілердің мәдениетін, жол жүру мәдениетін сақтауға септігін тигізетін нәрсе ме? Қалай ойлайсыздар?